барып көрейін. Айналайын сол. Атасының қолын шағыр. Бала, не істеп Атасының қолын сатып, қонағыз келген келді. Ой, жаманымен, шырағым. Қолым, жамбымен жегіп үйрет, батамен елу келіп. Саған батамды берейін. Алатаудың қырағы молыйды, қырағы болсын қолым. Қойнау суға толғайды, бұлағы болсын қолым. Елінің тілегі зор еді, шырағы болсын қолым. Ата тілегі он еді, құмары болсын қолым. Бұл жер батырлар түреді, сынары болсын қолым. Құрықтық берсем қолыма, шыбықтық берсем шел болма. Бәрінен де шырағым, баяны жоқ болу. Ата шөлдеген боласыз жөнді шай жей. Жүре ғой қолым. Малжан ағамын ба? Жақсы шүкір. Әке! Ай балам, сен аталарың сәлем беруді ұмытып кеттің бе? Кешіреміз. Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкум ассалам. Қаудай бол, өркеніңіз. Жарайсың балам, үйге бергенде үлкендерге сәлем беруді ұмытпа. Әдепті бала сөйтеді. Құтым әке. Кімнің баласысың? Мұштың олым. Мұшкүннің баласы. Мұштың баласы. Жарайсың балам, ер жігіттен ата тегін білу қажет. Біздің болашағымыз жастар, мына сендердің қолдарында. Құтым. Ал келетін уақыт болыпты ғой. Дұрыс айтасыз. Ас тәжесеңіз. Дастарханның байлығын берсін, деннің саулығын берсін, өліге иман, тіріге береке берсін. Әумин. Әумин. Соғысқа неге сонша асықты? Осындағы әскер жұмысында маңызды не? Әскерге адам дайындауда маңызды шаруа деп сен туралы Сырбайком құсап айтты ғой. Көшелерге қарауға бетім жоқ. Мына ес жыл жер тапты ғой деп жүрген болар. Ол Бауыржан аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сәлем сапай. Мәулен, қайдан келесің? Военкоматтан. Қалай? Ата-ана сені медицина саласына барады деп еді. Соғыс емес пе? Мен сіз сияқты командир болғым келеді. Достарымен Ташкенттегі әскери училищеге түстік. Жарайсың Мәулен, мен саған сенемін, намысты қолдан берме. Рахмет, сау сапай. Шаршадың ба? Жолдас аға лейтенант, сізді дивизия штабына шақырды. Құп бол, болсын. Не болып қалды? Уайымдама, сен командирный ес. Қазір соғыс уақыты. Мен барып, мән-жайды ақтайын. Сен үйге бара бер. Иван Васильевич, міне бұл біздің жеңіз алымыз. Соғысының генерал-майор полковникке айтуға рұқсат етіңіз. Полковник мырза, сіздің білуіңіз бойынша аға лейтенант Момышұлы келіп тұр. Сіз айтқаным осы адам, Иван Васильевич. Бұл жігіт үшін өз өмірімді бәске тігуге дайынмын. Саламатсыздар. Менің атым Генерал-майор Панфилов. Танысқаныма қуаныштымын. Сіз менің қарамағымда жұмыс істейсіз. Құп бол. Жұмыстарыңызды тапсыру үшін қанша уақыт керек? 2 сағат. Ендеше таңғы 9-да мен сізді барлық құжаттарыңызбен осы жерде күтемін. Сіз хабардар болу үшін айтайын. Біз атқыштар дивизиясы жасақтаймыз. Мен командир болып тағайындалдым. Сіздің маған ұсынып отырған полковник. Маған мықты әрі тәжірибелі командир. Сұрауға рұқсат етіңіз. Рұқсат. Майданға жібереді ме? Ұрысқа бару асығыз ба? Бұйрық бойынша қайда жібереді, сонда барыңыз. Ал енді барыңыз. Кетуге рұқсат етіңіз. Рұқсат. Жүрі жолдас аға лейтенант. Сізді командирге ілтпайын. Солай сіз шақырды. Жолдас генерал, сіздің бұйрығыңыз бойынша аға лейтенант Момышұлы келіп тұр. Отырыңыз. Бүгін түннің ортасында Десидровкадастан 120 немістің бірін қалдырмай қырып тастағандарыңызға жол болсын. Оның бір 10 шақсын тұрыстап әкелмегеніңіз бе? Одан кейін, мен о жерге ешкімге барып алсақ берген емеспін. Менің әрбір ешкіше беретін командирім де жоқ. Мейлі, аман есен қайтқандарыңызға шүкір.
Бірақ та бұдан былай сізге әр нәрсеге кірісе беруге болмайды. Ой, жастық. Кейде алдарында ойламайтын жастық. Егер дайын болып кетсеңіз, батальонды кім меңгеріп, кім басқармақ? Менен басқа адам құрып қалып дейсіз бе? Сізден басқа адам құрылған жоқ. Сіз сияқтыларды көп дейміз. Сіз сияқтыларды қазақ мыңбасы дейді. Қай қазақтың мыңбасысы мыңды тастап онбасының қызмет атқарған еді? Қой шырағым, қызулықты. Сен шошындамай өз орында отырып, командирлерін жұмсайды. Ой, бұрмау, жолдас генерал. Білді, түнде жорыққа барғанынан. Осы оқиғаның толығын айтып бересіз бе? Мен тек шет жаңасына ғана естіп едім. Кешенеміз бізге 3 рет жау ұрсады. Осына біздің жігіттер тиісіз бағасын беріп, жауын беріп тойтарды. Жау ет жемесе де, сол пашкендей болып, ымырт басылып, шабуылын тоқтатты. Менің бақылаушыларымнан десятировканы әрине 20-30-дан бөлінген немістің даладан сұмға шыдамай қуылуға барды деген хабар жеткізді маған. Мен батальон орынбасарына тапсырып, қасыма 10 жігіттерді, бір пулемет, бір миномет, бір кішкене зеңбіректерді шанаға тиеп алып, айналма жола салып, түнгі сағат 2 шамасында десятировкаға қарай кеп қалды. Қыстаққа 600 метрдей қалғанда қару-жарақты кезек орналастырды. Зеңбіректің 10 болат десетін 10 оғын бір нартынан соң дамылдата жіберді. Және 500 оқ минометті қайдан шықса онан шық деп құрбақанша бақылатты. Кейін келген жолымызбен қайта сызып батальонға келе сала 20 автоматикте жіберіп едім. Олар барып 120 немістің өлін санап документтерін алып келді. Ол документтерді полк штабына келіп тапсырды. Міне, менің бар жазығым осы жолдас генерал. Жазықтысыз, жолдас аға лейтенант. Дұрыс. Сәті түскен жұмыс болып, түнде жолымыз болған еді. Сіздің мұңыңыздан мен 3 пайда көріп отырмын. Біріншіден, немістердің саны 120 азайды. Екіншіден, олардың 100-деген ауыр минасы айдала кетті. Мина оразы. Үшіншіден, енді олар біздің артымыздан дұшпан жүр деп ойлайды. Түні бойы ұйықтай алмай, желкесін қорғайды. Жарайсың. Жолдас генерал, қол қойға дайын. Соғысқа батальонмен 27 рет кіріп, дұрыс өткізді. 5 рет дұшпанның қоршауынан қақ жарып шықтың. Соғыста сан рет сыннан өттің. Өзің жаста болсаң, әскери адамың кіші болса, біз саған сеніп жоғалатып отырмыз. Сен полк командирі болдың. Полк командирі ол полктың миы, ақылы, басы. Жарайсың. Қызыл әскерге қызмет етемін. Кетуге рұқсат етіңіз. Рұқсат. Жолдас командир, біз 2 солдатты ату жазасына естік. Осыны бекітіңіз. Тәртіп бойынша үкімге дивизия командирі қол қою керек. Қалай айтқызым? Сізге түкте болмайды. Қалай айтқызым? Қазір солдаттар жинап сап алдындатамыз. Солдаттар қазір соғысып жатыр. Онда әр бір мүшеден бір-бірден әкелеміз. Мен бір солдат үшін 100 солдат өлтірем бе? СССР жоғары советі президиум атынан әскери трибунал көңілде кетпеймін. Сіз бұл үшін жауап бересіз. Мен үкімді бекітуге де, бекітпеуге де еріктімін. Жазаларды әкеліңдер. Обал жоқ сендерге оңбағандар. Қарабет болып қашқаша, қайрат көрсетіп өлген артық. Маған сендер емес, үйдегі балалар аянышты. Сатқын болып атылсандар, олар жұрттың өзіне қалай қарайды? Қазір биліктердің шешімдерде алдың мүшекке бар, соғысындар. Алып кетіңдер жасалар. Соғыстың тағы бір күні өтті. Ұрыс бітті. Жазалы екеуі де жақсы соғысты. Біреу өліп, біреу жарақаттап. Тірісіне де өлісіне де Қызыл Ту орденінен берілген. Өлген үйіне ерлікпен қаза тапты деп хат жазды.